86 жыл желтоқсан оқиғасынан соң мен Қазақ политехникалық институтына шығып қалдым. Яғни инженер болам деген арманыма нүкте қойылды. Келесі жылы, сөйтті 87 жылы Мұрагер ансамблінің құрамында бір өнер көрсеткеннен кейін жалпы тағдырым басқа жаққа өзгеріп, консерваторияның дайындық курсына түстім. Мұнда 4-ші курсты бастап жатқан адам консерваторияның подкурсына түстім. Бірақ мақсат пайда болды. Үлгі ететін адамдар пайда болды. Енді орындауда, әнді орындауда Қайрат Байбосыновқа, оны талдауда, тағы орындаудың ерекшеліктерін Жәнібек Кәрменовке ұқсауға тырыстым. Сөз саптауда Ақсел Өсейінбековті үлгі еттім. Әбіш ағамды үлгі еттім, Кекілбаевты. Сыни ойлауда мысал үшін Тұрсынжан Шапаевты үлгі еттім, содан шықты деуге болады. Изаль Иосифовичқа қарадық деген сияқты. Қорыта айтқан кезде мен жай орындаушы болсам, мұншалықты жетістікке жетпес едім деп ойлаймын. Сөйтіп те осы әркімге ұқсауға тырысып жүріп, өз жолымызды, өз стилімізді таптым деп ойлаймын.